Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқырмандарым. Бүгін сіздерге брынзамен дайындалатын бөректің рецептісін ұсынамын. Бірақ мен сырмен дайындадым. Алдымен дайын қатпарлы қамырды жұқа етіп жаямыз. Жайып болғаннан соң бірнеше бөліктерге бөліп, рогаликке кескенде 3 бұрышты етіп кесіп аламыз. Содан соң салмасын дайындауға кірісеміз. Сырды үккіштің үлкен көзінен өткіземіз. Менде үйде укроп болғандықтан укропты ұсақтап турап қостым. Бұл жерде мысалы салат жапырағын немесе кинза қолдануға да болады. Және де бір жұмыртқа 50 грамм сары май өте дәмді болу үшін қосамыз. Аздап тұз қосамыз. Егер брынза қолданатын болсаңыздар, тұздалған брынза болса, тұз қоспаса да болады. Тұздалмаған болса, онда міндетті түрде қосасыздар. Жақсылап араластырып аламыз начинкасын. Бөректің салмасын салып, 2-3 түйістіріп, толығымен ораймыз. Бөректің бетіне толықтай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне содан соң кунжут себеміз. градуста қызарғанша пісіреміз. Мінекей рогаликтеріміз дайын болды. Қонақ шақырғанда самсамен бірге дастарханға қойсаңыз керемет үйлесім табады.